Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді әрі жұмсақ, тез дайындалатын сүзбелі печенье әзірлейтін боламыз, яғни творожный печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді, яғни творогымызды салып аламыз. Үстінен сары майымызды, бөлме температурасында сары майымызды тастап, үстінен шамалы шым-шым тұз тастап, үстінен шекерімізді қосатын боламыз. Барлық қажетті заттарды описаниеда толық қалдырдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды саламыз. Разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, тығыздау қамыр илейтін боламыз. Достар, егер видео ұнап жатқан болса, менің қазақ тілдегі каналымның алға дамуы үшін каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, қолдап кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Алдын ала рахмет. Қамырымыз осындай тығыздау болып шығу керек. Тым қатты да емес, орташа тығыздықтағы қамыр илеп алатын боламыз. Қамырыңыз тым жұмсақ болса да, печеньеларыңыз көтеріліп, кейін басылып қалатын болады. Сол себепті қамырды қаттылауға билеуге тырысыңыз. Тым қатты да болып кетпеу керек. Қамырымызды екіге бөлеміз. Дәл видеодағыдай етіп, жайып алатын боламыз. Біркелкі болу үшін шеттерін осылай кесіп шығамыз. Артық қалған қамырларымызды келесі қамырға қосып жібереміз. Қамырдың үстінен осылай шекерімізді сеуіп шығатын боламыз. Қалауыңызша салмасын өзгертуге болады. Шекердің үстінен кокос түйіршіктерін немесе жаңғақтар қоссаңыз болады. Осылай жақсылап орап алып, осылай бекітіп шығатын боламыз. Кейін пышақтың көмегімен біркелкі болу үшін осылай үстінен қоя отырып, печеньеларымызды кесіп дайындап аламыз. Екінші қалған бөлік қамырымызды да дәл осылай жасап алатын боламыз. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін пергамент қағаз төселінген противенімізге салып, үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Біздің печеньеларымыз осындай керемет болып шықты. Мен үстінен сахарный пудра септім. Қалауыңызша жай ғана өзін ұсынсаңыз да өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен болған Арайлым.